Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Егер табысқа жеткіңіз келсе, мына 6 кеселден бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бірінші маубастық, екінші жалқаулық, үшінші қорқақтық, төртінші ашушаңдық, бесінші уақытты босқа өткізу, алтыншы жасқаншақтық. Жетістік дегеніміз бір сәтсіздіктен екіншісіне ынта жігеріңді жоғалтпай, нық қадаммен жылжу. Ең үлкен қателік тез берілетіндігімізде. Қалағаныңа қол жеткізу үшін тағы бір көруге болады ғой. Адам бойында ешбір әдіспен өзгерте алмайтын әлде бір кемшілік кездесе, оны кемшілік емес, жетістік деп жариялаудан басқа жол қалмайды. Жетістікке жетуге емес, бақытты болуға ұмтыл, сүйікті ісіңмен айналыс. Жаныңа жақын жандармен бірге бол, достарың көп болсын, тәнің де, санаң да сау болсын. Табысты болудың ең жақсы жолы істейтін нәрсеңе ғашық болу. Егер сіз тезірек жетістікке жеткіңіз келсе, онда сәтсіздіктер жиілігін еселеуіңіз қажет. Сәттілік сәтсіздіктің арғы бетінде. Дұрыс сөйлей білу өмірде жетістікке жетудің ең қысқа жолы. Ағысқа қарсы жүзгенде ғана ең биік жетістікке жетесіз. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Айналаңызда жақсы адамдардың көп болуы сізді жетістікке апаратын жол. Жетістікке жетудің 3 құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өз кемшіліктеріңізді көре білейік. Жетістікке жетудің басты жолы осы. Егер сіз өзіңізге не қажет екенін білмесеңіз және сол нәрсені қатты қаласаңыз, сіз оған жетудің жолын міндетті түрде табасыз. Адам өзіне өзі сенген уақытта ғана айтарлықтай бірдеңе тындыра алады. Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде. Бастау үшін ұлы болудың қажеті жоқ, бірақ ұлы болу үшін бастау қажет. Өмірде ең маңызды нәрсе өзіңе сену. Әр істі тындыратын шабыт пен қайрат жай ғана жолдан тауып алатын нәрсе емес. Оның өзі сабырлықтың нәтижесінде пайда болады. Тәуекел болмаса, қол жеткізген жетістіктеріңіз үшін мақтаныш та болмайды. Бастысы бастаудан қорықпа. Алғашқы қадам жетістікке апарар жолдың жартысы. Ең қиын шың өзіңді жеңу. Оны бағындырсаң, барлық биіктер сенікі. Жетістік ертеңге қалдырмай, бүгін жасаған ісің. Құрметті көрермен, арнаны қолдап, лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.